Сәлеметсіздер ме, әдебиетке жаны жақын оқырман. Бүгін сіздермен тағы бір өзекті тақырып төңірегінде ой бөлісеміз. Қазақ әдебиетіне көз жүгіртсек, әйел тағдыры, әйел бақыты, әйелдің жан дүниесі, қоғамдағы орны туралы қалам тербемеген жазушы кемде-кем шығар. Біз қыз баланы кішкентайынан ақылды бол, ибалы бол, абыройлы бол, ертең біреудің келіні боласың деп тәрбиелейміз. Үйдің тірлігін үйретеміз, көп нәрсеге шыдамды болуды санасына сіңіреміз. Ал ұл балаға келгенде көбіне жұмсақтық танытып, ұл ғой деп кей жауапкершіліктен босатып жатамыз. Кейде өзіме тәрбие бергенде қателікті қай жерден жіберіп жатырмыз деген сұрақ қоямын. Бүгінде мен анамын, мұғаліммін, келінмін және жұбайымның өмірлік серігімін. Әр рөлдің өз жауапкершілігі бар. Қазіргі қоғамдағы ең өзекті мәселелердің бірі ене мен келін арасындағы түсініспеушілік. Бұл мәселе мені де айналып өткен жоқ. Кейде ойлаймын, мәселе қазіргі енелердің өзгермеуінде ме, әлде біз өз ойын ашық айтатын, өз құқығын білетін жаңа буын болғандықтан ба? Әлі күнге дейін кей отбасыларда келіннің айлығын тапсыруы, әр қадамын сұранып жасауы, үлкендер сызған шеңберден шықпауы қалыпты нәрсе саналады. Бірақ отбасын құрған екі адам өз алдына жеке тұлға. Олар бірге шешім қабылдай алады, өз өміріне жауап бере алады. Сол себепті олардың әрбір таңдауы мен жеке өміріне шектен тыс араласу дұрыс емес деп ойлаймын. Үлкенді сыйлау мен өз өміріңе жауапты болу бір-біріне қарама-қайшы ұғымдар емес. Бірін сақтай отырып, екіншісінен айырылмауға болады. Бәлкім, сіз бізге құлдық сана емес, өзара сыйластықта, сенімге және түсіністікке негізделген отбасылық мәдениетті қалыптастыру маңызды шығар. Ал, құрметті менің оқырмандарым, сіздердің көзқарастарыңыз қалай? Осы жерде қандай пікір ұсынасыздар? Қыз тәрбиелейміз, бірақ ұл тәрбиесінде қай жерде қателесіп жүрміз? Келін неге әлі күнге дейін өз өміріне өзі ие бола алмайды? Құлдық сана қашан өзгереді? Ене мен келін мәселе кімде? Тәрбиеде ме? Қызға талап көп, ұлға кешірім көп. Неге? Біз қыз өсіреміз, бірақ ұлды өмірге дайындаймыз ба? Қазақ қоғамындағы ең ауыр тақырып бұл келіннің тағдыры. Жалпы келін емес, қыздың тағдыры, әйелдің тағдыры. Келіннің айлығы кімге тиесілі? Сұранып шық, айлығыңды бер. Бұл дәстүр ме, әлде ескірген түсінік пе? Әйел бәріне үлгеруі керек пе? Қызға шыда дейміз, ал ұлға келгенде оған не үйретіп жүрміз? Осы сұрақтарға комментарийда сіздерден жауап күтетін боламын. Міндетті түрде өз пікірлеріңізді жазып, маған қолдау көрсетіңіздер.